Кіреміз балалар, бір-бір қағаздан аламыз. Сол жерден алып, бірден топтарыңызға отыра қаласыздар. Сынып 4 топқа бөлінген. Кім қандай топқа түсетінін қолдарыңызда қағазға байланысты білесіздер. Бір-бір қағаздан алыңыздар. Бір-бір қағаздан алыңыздар. Жақсы, құрметті оқушылар, тездетіп отыра қалайық. Міне 4 топқа бөліндік. Барлығы әдетті болды. Өздеріңіз кірген кезде қағаз аласыздар. Міне қарасаңыздар, сынып 4 топқа бөлініп тұр. Барлығымыз бері қараймыз. Оқушылар бір топта жазылған, топ аттарына сай топқа бөлініп отыр. Рухани мәдениет тобы, діл, менталитет тобы, дәстүр тобы және әдет тобы. Бұл топтарға не үшін бөлінгенімізді қазір сабақ барысында түсіндіреміз. Әрі қарай кеттік. Үй тапсырмасына жаңа сабағымызды бастамастан бұрын үй тапсырмасын қайталап пысықтап алу мақсатында көңіл бөлейік үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын пысықтау және жаңа тақырыппен сабақтасып болу мақсатында 53-ші параграфтен көзсіз бағдарламасы арқылы топтардан тест жұмыстары алынады. Қойылатын талап жылдамдық пен тапқырлық. Бар оған 5 минут уақыт беріледі. Бұл жерде топтық сайыс десек те болады. Алдарыңызда барлығымыздың электронды құрылғыны ашамыз, немесе ноутбукты ашамыз. Сонда дайын тұр, бұл топтық жұмыс. Бұлай жақында бір-бірімізге қолдау көрсетуге бастап. Өйткені бізде мынау электронды тақтада сол сіздің тобыңыз көрініп тұрады, қандай топ екеніңізді, қандай пайызбен алда келе жатқаныңызды, немесе қалып келе жатқаныңызды көрсетеді. Ал барлығымыз дайынбыз ғой? Ал кеттік. Киіз үй қазақ халқының. Дәстүрлі баспанасы, соғыс қаруы, тұратын үйлер. Келесі сұраққа қалай көшеміз? Актион 3, Шайрапен ДТНДК. Сіздер автоматически сұраққа көшіп атсыздар ма? Автоматически сұраққа көшіп атсыздар. Документ мешает пайдаланады. Актион 1, если краткое снижаю шая. Актион 2, един кетсе ушая. Актион 3, навыкал ушая. Ақылдасамыз, оқимыз. Материалдық мәдениет дегеніміз уқ нені байланыстырады, киіз үйде босаған деп қай жерде айтады, үй концептердің ішінде негізінде, жекеменшік не үшін пайдаланады деген сияқты сұрақтар бар. Бұл 53-ші параграфтан алынған. Актион 1. И краткая экспешенция книгсксны. Актион 1. Актион 2. Это СЖСО. Кермет бәрін қашқан оға. Кермет. Бұда қашқан оға? Бәрін болған кезде шаққан оға. Жақсы керемет. Ойнен байланысты рады. Балалар электронды қорлығы дейміз ба, қалай айтамыз, өздеріңіз көргендей бағалау тақтада тұр, не бағалау қалай болғанын дәстүр тобы және әдет және рухани мәдениет тобы бір-бір қатеден жіберген екен. Енді осы сұрақтарды оқып жіберсек, киіз үй қазақ халқының баспанасы, дәстүрлі баспанасы.
Материалдық мәдениет дегенімізде қарапайым тілде. Зат жиынтығы, құндылықтар. Зат жиынтығы. Жақсы ары қарай кеттік. Ух неге байланыстырады? Кереге мен шаңырақты екеуінің ортасында тұр ғой. Жақсы. Киіз үйде босаған деп қай жерде атаймыз? Төрге қарамағыз. Және сонымен қатар теккен кезікті не үшін пайдаланады? Жақсы, міне керемет. Әрине бұл қазақтың дәстүрлі адамда екі мәдениет болады. Ол рухани мәдениет және материалдық мәдениет. Рухани мәдениет ол көрінбейді. Ол адаммен сөйлескен кезде оның іс-әрекетінен байқауға. Материалдық мәдениет дегеніміз міне осы қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті. Енді керемет үй тапсырмасын қайталадық. Енді біз алайық жаңа сабақ тақырыбын болжамдау. Үй тапсырмасын аяқтадық. Рахмет кезеңде енді жаңа сабақ тақырыбын болжамдаса. Келесі сабақ бізде қалай аталады? Осы тақырыпқа қарап қалай болжауға болады? Келесі сабақ қалай аталады бізде? Қазақ халқының салт дәстүрлері. Жақсы. Қазақ халқының салт дәстүрлері. Әрі қарай кеттік. Міне балалар, салт дәстүрлер немесе жалпылама айтатын болсақ, қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. Дәстүр дегеніміз енді бұл көнеден келе жатқан бұрын деген сөз. Қазақ ұлт дүниетаным дегенде ол қазір осы параграфты біз сабақта талдаймыз. Осы сабақтың енді мақсатына келетін болсақ, оқу мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын анықтау үшін әдет ғұрып, рәсім, салт дәстүр, діл немесе көпшілік білетін латын тілінде менталитет ұғымдарын пайдалану, қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрлерін зерттеу негізінде түсіндіру. Сабақ мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы туралы мәтіндерді оқып, маңыздылығы туралы ой тұжырымдау. Қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрлерін сақтаудың қажеттіліктерін түсіндіру. Міне осы оқу мақсаты мен сабақ мақсатына көңіл бөлеміз, өйткені бұған біз сабақтың соңында тоқталамыз. Енді жаңа білімді, жаңа тақырыпты түсіну мақсатында сыныпты 4 топқа бөліп отырмыз. Бұл негізгі сабағымыздың негізгі бөлімі оқушылар деректерді оқып және білімін қолданып, рухани құндылықтардың маңызын түсіндіріп, фактілер келтіріп, тақтаға шығып, әр топтан 2 оқушы қорғайды. Бірінші мәтін. Қазақстан аумағында тарихи этнографиялық үдерістердің эволюциясы мен сабақтастығы. Барлық топтардың алдында мәтіндер жатыр. Мәтін танып бар. Керемет. Енді қараңыздар балалар, бірінші ережені жақсылап тыңдап алайық. Сол мәтіндерді пайдалана отырып тақтаға шығасыздар. Алдарыңызда A3 қағазына соған сол берілген мәтіннің негізінде тақтаға шығып қорғайтын 2 оқушы кесте сызасыздар ма, сурет сызасыздар ма, жазасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Дайындыққа сіздерге бар болғаны 5 минут уақыт береміз. Содан кейін әрбір топ шығып қорғайды. Әр топтан 2 оқушы ғана шығады. Сол мәтіннің төңірегінде қосымша ақпарат алуға болады, айтуға, қосуға болады. Сіздерге тапсырма түсінікті ме? Уақыт кетті. Қазіргі кезде қазақ халқы мұсылмандар, яғни исламды ұстанушылар, Ұлы Дала мен орталық Азияда ислам пайда болғанға дейін әртүрлі діндер, манихеизм, зороастризм, христиан, буддизм мен басқа бағытталып өмір сүрді. Құдайлар сыйлайтын бар екендігіне сенді. Исламның тарауына қарай дінге табынушылықпен
араласып, қазақы исламға белгілі бір ерекшелік берді. Бақсылық және ата-бабаларға табыну, бақсылық ежелгі бұтқа табынушылық пен аномизм, тотемизм және рухтарға сенумен байланысты. Сенушілердің түсініктері бойынша бақсы дүниелік әлеммен және рухтармен байланысты жүзеге асырады. Әртүрлі сиқырлар жасайды. Қайсысын қайда соған жұмыс жасаймыз. Сосын түсіндіргенде қарапайым түрде түсіндіру. Көріш дәстүр әдетіне жазылады да. Анықтамасы ма? Біз оның үстін береміз. 4 minut kaldı. Tezetemiz. Her bir жұмыстың ережесі түсіндіріледі. Әр бір жұмыстың біткеннен кейін кері байланыс болады және бағаланады. Жаңа үй жұмысын үйге берген тапсырманы білдіңіздер, оны орындадыңыздар және оны бағаладық және кері байланыс жасадық. Сол сияқты мына тапсырманы да сондай. Мәтіннің ішіндегі нәрсені ғана жазу керек емес, бұл қатып қалған дүние жоқ. Өз ойларыңызды жазсаңыздар да болады. Тақтаға 2 оқушыға бірінші соны келісіп алыңдар. Кім шығатынын қысқа нұсқа 2 минутқа да сөйлейді 2 оқушы. Болды десіздер. Üç minut vaxtlarımız kaldı. Tezlikimizde var mı? 3 yükle. Тәңірге табынушылық. Tezeceğimiz vaxt ölçüyle bağlar. Topluluk жұмыс, барлық жұмыс дейміз, көмектесеміз, сурет салмасаңыз, ауызша идея
Суретте салған жоқ, бірінші біз әдет кез келген ортада және кез келген сипатын алып шығасың. Қазір баланың денсаулығы бала босануға байланысты салттар дейсіз. Сіз айтып шығарсыз. Это жоғары, орта, төменгі әлемде жоқ, орта хотел написать. Жоғары, орта, төменгі әлемдер вроде аталады. Ниже сделайте? Әлем. Вопрос иерархии, пирамиду иерархии. Bir minut kaldı. Kesitemiz. Yani kim oldu? Kol götürsün. Kay top oldu. Tezleyeceğiz. Vakit dönüp yapmayatırız. Ders sabah dayanında yapmayalım deyik. Көптеген салт дәстүрлер бар әлі. Болды. Жақсы, бірінші топ болды. Діл тобы, менталитет тобы болды. Тағы кім болды? Жақсы, керемет. Тездетіңіздер, балалар. Әдет тобы сіздер ғана қалып тұрсыздар. Рухани мәдениет болды. Әдет тобы болдыңыздар ма? Жақсы. Кезек шыға берейік. Мына топ шықсын бізде. Бір менталитет тобы. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Ал балалар, тыңдауда, сөйлеуде мәдениет, тыңдауда мәдениет. Бәріміз құлақ салайық, тыңдайық. Ежелгі дүние арасында ең мұртты ол тәңірге табынушылық болған. Тәңірге табынушылық үш әлемнен тұрған. Жоғарғы, орта және төменгі. Жоғарғы әлемде тәңір ол адамдардың құдіретін және болып жатқан құбылыстарды басқаратын. Оның негізінде жер анаға табынушылық жатыр. Орта әлемде ол қасиетті жер суға табынушылық. Ал төменгі өмірде ол адамдардың өлімін билеп төстейтін еркілік жатыр. Барлығына сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дәстүрлі құндылықтар тақырыбына келіп тұрмыз. Енді бұл жақта рухани қазіргі діни исламда және де ежелгі діни исламда да айта кетсек, бірінші ислам. Қазірге қарасақ, көбісі ислам, христиан, буддизм осы діндерді көбісі ұстанады. Ал ежелгі діни исламдарда манихейлік, зороастризм, христиан, буддизм, тәңірге табынушылық діндері ұстанған. Көшпенділік кезінде біздің
ата бабаларымыз ислам діні келмей жатып тәңірге табынушылық дінін ұстанған. Көбінесе отқа табынған, басқа да жер суға табынған. Бізге және де айта кеткенде ксро кезінде бізге ислам діні ұстануға рұқсат бермеген. Тек қана христиан дінін ұстануға рұқсат берді. Енді түпкі несіне келсек, ислам діні қазірде 3 миллиардтан астам адам ислам дінін ұстап келеді. Болды. Жақсы, рахмет, оғыл шапалақ, отыра қойыңыз. Келесі топ, жылдам. Тоқтатай бала, тездетейін. Саламатсыз, біздің тақырыбымыз табынушылық иерархиялық саты бойынша сипаттауға болады. Олар 3-ке бөлінеді: жоғары, орта және төменгі әлемдер. Әр әлем, мысалы, төменгі әлем жер және суға. Төменгі әлем ол барлық жан дүниені өткен, бір сөзбен ат деп айтуға болады. Орта әлем ол жер, су және басқа да тірі жануарлар. Ал жоғарғы әлем ол тәңіршілік. Мысалы, тәңіріміз, Құдайымыз, оның барлығына табуымыз сол әлемге жатады. Біз қазақ салтында тәңірге табынушылық болды. Ол мысалға бұрында адамдар күнге табынды, күнге, айға, ағашқа табынды, және де тотемизм мүсіндерге табынды. Жақсы, тамаша. Тәңірлік діні туралы айтты. Тәңірлік діні ислам дініне дейінгі ата бабаларымыздың қазақтардың ұстанған діні. Тәңірлік діні. Ол бәріміз білеміз, көк тәңір, уа тәңірім деп айтады кейбіреулер. Кейін ислам дінін қабылдаған қазақтар осы ислам дінінің ішінде сунниттік жол немесе Абу Ханифа мазхабын алып, біз сол ислам дініне өттік. Бірақ тәңірлік діннің кейбір ғұрыптарын ұмытқан жоқпыз. Әлі күнге дейін біз ұстанып жүрген қазір күнделікті салт дәстүрлеріміз, әдет ғұрыптарымыз осы тәңірлік діннен қалған. Ол түнде суға бармау, ол түнде шықпау, ол тағы басқа. Тәңір діні бойынша 3-ке бөлінген: жер асты, тозақ, жердің үсті, адамдар және тәңір аспандар. Тәңірлік дінін оқысаңдар, онда да бір жаратушы бар. Жаратушы тұрады. Барлығын, аспан, бүкіл әлем жаратқан біреу бар дейді. Тәңірлік дінде жаратушы. Жаратушы енді бұлай жаңағы орысша айтқанда все дороги ведут к одному Творцу. Түсініп отырсыз ба? Христиан діні, мұсылман діні, немесе тәңірлік діні. Тәңірлік дінде дін деп айтпаймыз ғылыми тұрғыда. Неге дейсіздер ме? Себебі тәңірлікті дін деп қойып айта алмаймыз. Себебі ода кез келген діннің қайнар көзі болу керек, источник. Ислам дінінің қайнар көзі Құран, басқа діндердің бір қайнар көзі бар ғой. Ал тәңірлікте қайнар көз жоқ қой. Бұл табиғат, енді ол қайнар көз емес қой, источник емес қой. Ол қағаз жүзінде жазылған дүние жоқ қой. Сондықтан тәңірлікті әлемдік дін деп айту ол қате болады. Ол әлемдік дін емес. Ол негізгі көшпенділердің ұстанған дәстүрлі діні десек дұрыс болады. Рахмет. Ол шапалақ отырамыз. Келесі топ. Тездетеміз. Қысқа нұсқа. Қазақтардың көбінесе қазіргі кезде мәдениеті бәрі ол біздің алдымызда тұрған елдерге қарайды. Мысалы, қазақтар өте жылқыны жақсы көреді, жылқы малын. Егер жылқы малын еңгеде жеп жатқан асыл тастайды. Ол, мысалы, Ботай елін алып, Ботай қатынауға болады. Ботай жылқы малына табынады. Сол арқылы. Мысалы, көптеген біздің киіміміз, әшекей бұйым, мысалы оюлар, бұның бәрі бізге ұқсастығымыз бар. Бұрынғы тұрған мемлекеттермен. Мысалы, сақтардың өте танымал жануар оюларын алса, қазақтардың ол аю тектес оюлары да бар, ұқсастығымыз. Мысалы, бұрынғы сақ тигрохауықтардың бас киімдері қазір қазақтың үйленіп жатқан әйел адамдардың сәукелесіне ұқсайды. Соны алуға болады.
әрбір заманнан бір дәстүр қалып отырады. Ол қазіргі рухани мәдениетпен сабақтасады. Ұлы даланың ділі, яғни менталитеті. Ол сол қатаң жағдайда өмір сүруі, табиғатпен әрекеттесуі, оларды қандай да бір табиғатпен және де өмір жағдайларына сабақтасады. Солардың арқасында қазақтарда діл, менталитеті пайда болады. Жақсы, жеткілікті отыра беріңіздер. Келесі топ, жылдамдатайық, рахмет. Тез. 2 минут уақыттарыңыз бар болған. Тездетеміз. Қазақ қоғамында дәстүр осы күнге дейін терең таралып келген. Әдет дегеніміз дәстүрге қарағанда мағынасы өте терең. Адам өміріндегі ең маңызды салт дәстүрлердің бірі ол жүктілік кезіндегі ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас. Бала туылғаннан кейінгі шілдехана, тұсаукесер, қырқына шығару сияқты салт дәстүрлерді айтуға болады. Бала өсе келе ер балаларды сүннетке отырғызып, атқа мінгізу сияқты салт дәстүрлер де бар. Өсе келе ержеткен соң сырға салу, үйлену, беташар секілді қазақтың салт дәстүрлері жүзеге асырылады. Ал ол тойлардың бәрін ұлы анасы қылып жасайтын болады. Жақсы. Рахмет. Отыра болыңыз. Рахмет. Міне балалар, өздеріңізге берілген алдын ала беріп қойған столшы тұрған мәтінді алдыңыздар, соны қорғадыңыздар, және сонымен қатар өздеріңіз түсініп қана қоймай, және басқа бүкіл сыныпқа түсіндірдіңіздер. Енді әрі қарай жұмысымызға көшейік. Енді жаңа топтық жұмыс болды. Енді жұптық жұмыс. Бұған 2 минут уақыт беремін. Ол қасыңызда бір оқушымен, оның жағыңызда отырған оқушымен екеуіңіз жұмыс жасайсыздар. А4 қағаздар қойдым, алыңыздар бір-біреуден. Енді қалаңыздар. Қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, ұлттық коды дейді тұңғыш президент Назарбаев. Сіз бұл пікірмен қаншалық келісесіз, ойыңызды дәлелдеп, ой толғаныс жазыңыз. Деректермен жұмыс. Критерия. Дәптермен жұмыс, немесе біз А4-ға жаза береміз. Дәптермен жұмыс. Критерия. Оқушылар рухани құндылықтарын сақтаудың қажеттілігін негіздейтін бірнеше дәйектер келтіреді, фактілер келтіреді. Осы рухани мәдениет керек па? Керек емес па? Деген сияқты. Бұл жерде ұлттық кодқа дәстүрлі мәдениетіміз кіре ма? Қасыңыздағы бір оқушымен 2-3 сөйлем ғана. Болды. Түсінікті ба? Дәстүрлі рухани мәдениет ұлттық код па? Ол негізгі қазақ ұлтының атын шығара ала ма? Бүкіл әлемге деген сияқты. Ой толғаныс. 2 минут уақыт. Жоқ. Барлығымыз. Бірақ әр топтан бір адам оқиды болды. Тез. 2 сөйлем, 3 сөйлем. Жылдам. Екі сөйлем. Қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті ұлттық коды. Қазақтың ұлттық коды сол. Жұптық жұмыс, балалар 1 минут уақыт қалды. Әр топтан бір оқушы болса жетіп жатыр. Ой толғау, бұл жерде өзіңіз білесіз. Қалай жастарыңыз өзіңізге еркіндік берді. Еркіндік беріліп тұр. Сіздердің ойларыңыз құнды болып тұр. Топпен жақсы жұмыс істедіңіздер. Енді жұртпен ғана жұмыс істейсіздер. Сол жерде басты мақсатымыз жұртпен жұмыс істеуді үйрену. Кез келген тосын тақырыпқа ой толғаңыз, әңгіме құрастыра білу. Еліміздің 30 секунд.
Жақсы, болды, тоқтатайық, әлі жұмысымыз көп, бізде алда тапсырмалар көп, тоқтатайық. Енді әр топтан бір оқушы оқып жіберсе, әр топтан бір оқушы кім оқиды, кәне? Кім оқиды? Әрбір топтан бір оқушы оқып жіберсе. Я, оқи беріңіз. Біздің ойымызша қазақ халқының рухани мәдениеті, ол біздің дініміз, тіліміз, салт дәстүріміз және де тарихымыз. Бізді танытатын да осы рухани мәдениетіміз ұлттық код болып есептеледі. Все, рахмет, жеткілікті. Әрбір топтан бір тез қысқа. Оқи беріңіз. Біздің ойымызша дәстүрлі рухани мәдениет ұрпақтан ұрпаққа жеткізілуі керек. Дәстүрлі рухани мәдениетсіз ұлт ешқашан болмайды. Керемет. Қайда не дедіңіз ең соңғы сөйлеп? Дәстүрлі рухани мәдениетсіз ұлт ешқашан болмайды. Өте керек. Ұлт ешқашан ұлт болып өмір сүре алмайды. Жақсы, сіздер қалдыңыздар? Ата-бабаларымыздың ежелгі кезден бастап өзінің дәстүрлі рухани мәдениетін өзгертпей ұстанып келеді. Былай қарасақ, дәстүрлі мәдениетіміз деген біздің тарихымыз, дәстүрлеріміз, былай қарасақ киімдеріміз, соған байланысты әр ұлттың рухани мәдениеті өзіндік ерекшелігінен басталады. Рахмет, керемет. Рахмет, әрі қарай, соңғы топ. Мен ойымша дәстүрлі рухани мәдениет өмірімізде өте маңызды. Халқының дәстүрлі рухани мәдениеті ол тарихымызды дамытуға, менталитетімізді көпке жариялауға мүмкіндік береді. Менталитетімізді көпке бүкіл әлемге жариялауға керек болады дейді. Жақсы, енді осыны қайтадан қорытындылап жіберейік, кері байлар шаша жіберейік. Сонымен қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, ол қазақ халқының ұлттық коды деген сөзге келісесіз ба дегенде мен мына жерден қарап отырмын. Көпшілігіңіз ол негізінен керек, негізгі ұлттық код сол деп. Кез келген ұлт болғаннан кейін оған өзіне тән бірнеше дүние болу керек деп ойлаймын менің өзім. Ол шекарасы, президенті, сонымен қатар ең бірінші оның тілі, діні, салт дәстүрі, әдет-ғұрпы және тарихы. Осы дүниелер болған жағдайда ғана мемлекет бола алады деп ойлаймын, ұлт бола алады деп ойлаймын. Әлбетте болашақта жаһандану заманында бір ұлттардың бірігу процесі болады шығар, бірақ біздің ғасырда емес ол, нақты 21-ші ғасырда емес. Сондықтан ұлттық дүниетаным біз сияқты жас мемлекетке біз 30 жыл болды, тәуелсіз 30 жас үлкен болып көрінді ме сіздерге? Тарихтан ол қас-қағым сәт. 30 жыл деген тарих үшін ол бір көз ашып жұмғанмен бірдей. Сондықтан біз әлі де өте жас мемлекетпіз. 30-дағы адамда шатса ғой. Сол сияқты біз де шатысып жатырмыз. Әлі 30 жыл тәуелсіз аламыз. Бізге уақыт керек. Сондықтан ал әрі қарай адам алға қарай ұшқыстан бұрын артына қарай мүгір. Мысалға мен бір осы жерде айтқым келіп тұр бір дүнияны. Қараңыздаршы. Образға келейікші. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Жапонияға 2 атом бомбасы тасталды. Жапония күл талқан болып өртеніп кетті. Миллиондаған солдаты тұтқынға түсті. Император биліктен бас тартты. Жапонияда түк жоқ, хаос, анархия, дым жоқ. Жапония территориясын жаулап алды. Совет-одағы ақш бәріміз білеміз. 45-ші Жапония қол қойды, екінші дүниежүзілік соғыс бітті. Жапония дым жоқ. Бәріміз ойладық та Жапония бітті, қырылды. Бірақ Жапония 20 жылдың ішінде алда 70-ші жылдар дейікші. 70-ші жылдар әлемде экономикасы жағынан алдыңғы 3 мемлекеттің ішіне кірді. Дұрыс па? Оны тарихта японское экономическое чудо. Неге? Ал енді Япония, Германия десе бәрімізді бізде не болды? Негатив болды. Неге? Өйткені екінші дүниежүзілік соғысты ойлап тапқан сол Жапония мен Германия болды, дұрыс па? Бірақ экономикасы мықты болып кетті. Сөйтті де қараңыздар, 50-ші жылдар жаңағы Жапонияның Германия экономикасын көтеру үшін кімде үлес қосты үлесті? Именно тарихшылар мен филологтар, не экономистер, инженерлер емес. Неге? Олар айтты, біз ұлттық дүниетанымымыздан бас тартпауымыз керек. Олардың қарсыластары айтты, Японияның бәрі жеп көреді, японский сөзді жеп көреді. Біздің қасымызда тауарды сатамыз тұрды Қытайға, Қытайдың халқы қой. Олар қалай Японияның тауарын алады? Олар бізді жеп көреді. Жоқ. Егер біз мықты мемлекет болғымыз келсе, біз дүниетанымымыздан бас тартпауымыз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Toyota, Suzuki, Honda, бәрі жапон тілінде жазыла ма? Бәрі Жапониянікі ма? Немісті жеп көреміз, Мерседесті білеміз ба? Білеміз. BMW, Bosch, әрі қарай айта берудің қажеті жоқ. Міне көріңіз ба? Міне байланыстырып тұрған дүние не болса, бұл жерде бұл сабақты. Ұлттық дүниетанымнан бас тартуға болмайды.
Оларды айтқан жоқ қой, Мерседесті бәрі Германияны жеп көреді, Гитлерді білеміз. Бірақ олар Мерседес сөзінен бас тартқан жоқ қой, БМВ сөзінен бас тартқан жоқ. Сондықтан ұлттық тілінен, дүниетанымынан бас тартқан халық, оның болашағы бұлыңғыр болады, оның болашағы болмайды деуге болады. Сондықтан ұлттық дүниетаным өте қажетті дүние. Осы жерде мен кішкене ғана өзім байланыстырып жібердім. Ары қарай кеттік балалар. Топтық жұмыспен жасадық, жұптық жұмыс жасадық. Енді сабақты бекітейік. Әрбір топтан бір оқушы келсін. Әрбір топтан жылдам. Жылдам. Тез. Уақыт жоқ. Ала қойыңыз тез. Бір қағаз алып торыңызға отыра беріңіз. Тез. Балалар, өте қысқа өткіземіз. 1-ақ минут уақыт береміз. Сөйлеуге. Енді қараңыздар. Сабақтың тақырыбын оқушылар пікірсайыс арқылы бекітеді. Дебат. Орта қарар тақырып: қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі жаһандану заманында қажет. Жаңа мен айттым ғой, қажет деп. Дәстүрлі дүниетаным қажет. Ал бір топ қажет емес дейді. Тыңдап алыңыздар, балалар, ережесін тыңдап алыңыздар. Балалар, сіздер ережесін тыңдап алыңыздар, қазір шатысып кетесіздер. Бір топ ұлттық дүниетаным қажет десе, бір топ айтады, ұлттық дүниетаным қажет емес. Ол не аламыз жаһандану заманында? Ұлт жоқ, шекара жоқ. Бәріміз қажет емес оның бәрі. Бесік той, тұсау көсе кімге керек мына заманда 21-ші ғасырда деген сияқты. Бір топ қажет дейді, бір топ қажет емес дейді. Қажет дейтін топ үкімет. Үкімет кімде? Қол көтерсін. Сіздер ұлттық дүниетаным керек дейсіздер, қажет дейсіздер. Қажет емес. Оппозиция кімде? Оппозиция. Сіздер айтасыздар, ұлттық дүниетаным керек жоқ. Все, қазақтар ояныңдар. Жүрміз, орта ғасырлық салт дәстүрді ұстаңыз. Кімге керек ол? Қазір ғылымның заманы. Қазір технократтардың заманы, ақша табу керек, нарықтық заман. Все, қалғаның бәрі керек жоқ. Қалғаныңа бос нәрсе деп айтасыз. Түсінікті ғой. Ал үшінші топ бізде екі топ парламентариясыздар. Парламентария дегенде сіздер тыңдаушысыздар. Және осы дебатты, осы екі топтың арасында дебатты сіздер қорытындылайсыздар. Олардың қайсысы ұнады? Және өз пікірлеріңізді айта аласыздар. Әр топтан екі оқушы. 30 секунд сөйлеуге уақыт беремін. 30 секунд. Олар бірінші үкімет бастайды. 30 секунд, екі оқушы. Оппозиция 30 секунд, екі оқушы. Парламентария екі оқушы 30 секундта. Сіз сол 30 секундтың ішінде или мына жақты айтсаңыз болады. Или жеке вообще балалар қатысы жоқ. Өз пікірлеріңізді айтсаңыз да болады. Вообще қатысы жоқ. Бұл өздеріңізге таңдау. Парламентария, инато парламентария. Сіздер тыңдаушы. Және бұлар айтпаған дүние. Дайындыққа 2 минут уақыт береміз. Содан кейін 30 секунд кетеді. Онда уақыт кетеді. Олар, или өз пікірлеріңізді айтсаңыз болады. Бұл свободный форматта енді бұл жерде. Секундтан кейін үкімет тобы бірінші шығады. Бірінші үкімет шығады. Уақыт, үкімет тобы. Орныңызда тұрып айта беріңіз. Тақырып: қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі жаһандану заманында қажет. Өл тілсін, олар қажет дейді. Тыңдайық. Біздің жауабымыз қажет. Өйткені қазір біз бұрынғы заманымыздағы келе жатқан салт дәстүрімізді дамытпасақ, тілімізді құрметтемесек, оның барлығы келесі жолы біздің ерекшелігіміз жоғалады, дініміз жоғалады, тіліміз барлығы, ұлтымыз жоғалады. Жақсы. Көбінесе дамытпасақ, тұтастай қоғамға таралып кетуі мүмкін. Оны ары қаратай дамытпасақ, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымының бүгінгі жаһандану заманына үлкен қажеті болмай қалуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша оны әдет-ғұрыптарға қарағанда кішкене өресі әлдеқайда тұтастай дамыту керек, менің ойымша. Дамыту керек. Кері қарай, әдет-ғұрыптарды мемлекеттік деңгейде дамыту керек деп жатыр. Бесік той, қалжа той, тағы басқа. Жақсы, оппозиция, сіздерде уақыт. 30 секундтан ғана сөйлей аласыздар, екі оқушы. Жылдам.
Сіздердің тақырыптарыңыз қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі жаһандану заманында қажет емес, кімге керек ол деген. Басқа үлкен елдердің арасында біздің маңыздылығымыз өте аз болғандықтан осы дәстүрлерді ұстануға ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазақтардың көбінде шығыс, батыс жақтағы дәстүрлерге бағынып өз қазақ дәстүрлерін ұмытады. Сондықтан да менің ойымша экономикалық қатынастар жасату керек. Дәстүрлерге қарамай оларды ұмытып тастасақ та болады деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Пікір таласта айтады ғой, егер өз пікіріңе қалың келсе, өз пікіріңді өзіңде ұста. Әрине, ол адамның құрметтеуіміз керек, ол кісінің пікірі, ол топтың пікірі. Айбек мырза? Мысалы, қазақтың өзінің дәстүрлері діні ол өзімізге де зиян тиюі бар. Мысалы, 2000 жылдары карантин басталды ғой. Ол себепті қазақтың қонақжайлығы және бізге өзімізге зиян болды. Той бәрі болмайды деді, қазақтар тойды шақырды, өзі скрытно, соның кесірінен ауру одан сайын дами бастады. Яғни кімнен ауру шыққан білмейміз. Өйткені 100 адам, 200 адам қашында боласың. Соның кесірі ол бірінші зиян. Ал екінші зиян қазақтың кейбір дәстүрлері адамның денсаулығына, яғни мысалы өз ойын таптап тастайды. Мысалы жаңа келген кейбіреулерді, мысалы бұрынғы дәстүр бойынша майға қолын салып келтіреді және таңнан тұрып кешке дейін жұмыс өткізеді. Бұл қазіргі заманға бізге керек емес деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Оның пікірі өздікі дұрыс айтады, әрине карантин уақыты және қазақ қыздарының, жалпы қазақ әйелінің құқығын қорғап жатыр. Ол жұмыс істеуге міндетті емес деген сияқты. Ол қанша жыл оқиды, тоқиды, біреудің үпіліп әкелген қызы, өмірге әкелген оны апарып жұмысқа салып, ол заңсыз дейді. То есть бұл да салт дәстүрден шығып тұр. Келін что должен пахать деген сөзге қарсы болып тұр ғой, түсініп тұрсыз ба? Бұл кісінің ойы. Жақсы, парламентария, 30 секунд, иә. Біздің бірінші топтың үкіметімен толықта келісеміз. Былай қарап отырсақ, дәстүрлі дүниетанымсыз біз қандай елміз? Біздің дәстүрлі дүниетанымызды біз жоғалтып алсақ, біз біздің рухани неміз жоғалтып аламыз деп айтсам болады. Ата-баба ежелгі жылдардан бастап сақтап келген дәстүрлерімізді батыл ұялмай көрсете береміз, мақтан тұтамыз. Рахмет. Бар ма? Пікір бар ма? Әрине біз үкімет тобымен толықтай келісеміз. Өйткені халықтың дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі күнде өте қажет, әсіресе қазақ халқына. Өйткені қазақ халқы дәстүрі, әдет-ғұрпы, тілі және де дүниетанымысыз қазақ халқы болып қала алмайды. Жақсы, рахмет. Осы жерде бір нәрсе айтып жіберейін, бәріміз эмоцияға беріліп тұрмыз. Әлбетте оппозицияны бәріміз бірден көзқарасымызбен, бірден жоққа шығарып жатырмыз. Мен байқап тұрмын. Осы жерде сабаққа мүлдем қатысы жоқ. Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Келесі сабақта мына 5 оқушы, мен 6-ауымыз боламыз. Сіздер барлығыңыз боласыздар. Біз қайтадан осыны келесі сабақта жалғастырамыз. Және мен жеңіп шығуыма 100% кепілдік беремін. Салт дәстүр бізге қажет емес деп. Қажет емес. Мына 6-ауымыз болады. Сіздер бүкіл мектеп болыңдар маған десеңдер, маған бәрібір. Біз мына 5-еуіміз, және мен 6-ауымыз салт дәстүр қажет емес деп. Сіздер көбісіңіз эмоцияға салып тұрсыздар да, мына жақты жоққа шығарып тұрсыздар. Бұл кінәлі емес пе, оппозиция деген тақырып алып қойған. Жақсы, уақыт тығыз болып тұр балалар, міне әркімнің ойын тыңдады. Әркімнің ойы құнды, біреуді тыңдай білу керек, құрметтей білу керек. Я, мен білемін деп сөйлей білмеу керек, біреуді тыңдау керек. Ол да сіздің мәдениеттігіңізді білдіреді. Енді балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. Ұлттық код дегенімізде, ол өте маңызды. Қазір ұлттық код деген сөздің мағынасы осыны келесі сабақта біз сіздермен талдаймыз. Оқушылар аталған тақырыпта келесі сабақта әлеуметтік желіні пайдаланып, ақпарат, мәлімет алып келеді. Келесі сабақта. Түсінікті ме? Енді балалар, кері байланыс, оқушылармен кері байланыс, досыма хат әдісі арқылы орындалады. Оқушылар дәптерлеріне бүгінгі сабақ жайы не білгендерін, не білгісі келетіндіктерін дәптерлеріне жазады. Сонымен қатар сабақтың жағымды және жағымсыз жақтарын көрсетеді. Жазып отыруға уақыт жоқ, мен тек сұрап шығамын. Тұрыңыз, кері байланыс, не айтасыз сабақ туралы? Қысқа нұсқа. Тиімді, тиімсіз жақтары. Бізге осы сабақ қазақ дәстүрлі діндерді мәдениет туралы айтылған. Білдік. Жақсы, сіз кері байланыс. Тұрыңыз.
не түсіндіңіз, не білдіңіз, не ұнады, не ұнамады, жағымсыз жақтары? Мен өзім қазақ дәстүрі не екенін өзім білдім. Және де оның қандай өзінің рухани құндылықтары бар екенін, және кім оны ұстанады екенін білдім. Жақсы, рахмет. Дильназ, сізден кері байланыс. Бүгінгі сұрақта мен қазақ халқының әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерін түсіндім. Жақсы. Жанерке, сізден кері байланыс. Бүгінгі сабақта біз біздің тобымызда Қазақстан аумағындағы тарихи этнографиялық үрдістермен эволюциясымен сабақтастық туралы оқыдық және осы тақырыпты толықтай түсіндім. Рахмет сізге. Енді балалар, оқу мақсатымызды жаңа ең бірінші топқа бөлдік қой, иә? Сол топқа не үшін осындай топқа бөлдік? Түсіндіңіздер ме? Бұл сөздер қандай сөздер? Бұл жаңа топтардың аты, салт дәстүр, әдет, кілт сөздер, немесе жаңадан кірген сөздер, кілт сөздер. Байқадыңыздар ма? Жаңа тақырыптың кілт сөздерін мен топ қылып қойып қойдым да, сол сіздер бірден түсіну үшін. Міне оқу мақсатына жеттік. Сабақ мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы туралы білдік па? Білдік. Қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрін сақтаудың қажеттілігін түсіндік па? Қажеттілігін түсіндік. Бірақ келесі сабақта қажет еместігін дәлелдеп бере аламын сіздерге. Сабақ аяқталды. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Үй тапсырмасы ұлттық код дегеніміз не? Келесі сабақта осының қағидамыз. Қазақтың бір ұлттық кодын ойлап табу керек та. Қазақ дегенде ассоциация ойлап, мысалға Жапония дегенде Toyota, Sumo, Sushi да. Қазақстан дегенде не? Той. Сонда өзгерту керек. Ұлттық код дегеніміз не? Рахмет, сау болыңыздар. Бара беріңіз.